Ресей Санкт-Петербург қаласы. Васильевский аралындағы көне ғимараттар. Көрнекі түрде үй екі бөліктен тұрады. Үйдің жоғарғы жартысы, төменгі жартысы. Үйдің биіктігін екіге бөлу керек сызық. Төменгі терезелер кішкентай. Асфальт жолының деңгейіндегі терезе төсеніштері. Сәулетші мұндай жобаны ойламағаны анық. Бұл терезелердің астында әлі де қашықтық пен ғимараттың негізі болуы керек. Төменгі терезе саңылауларының биіктігі жоғарғы жағына сәйкес келмейді. Екінші және үшінші қабаттардың ойықтары биіктігі бойынша бірдей. Көрнекі үйлесімділік үшін төменгі терезе саңылауларының биіктігі жоғарғы жақтармен сәйкес келуі керек. 4 қабат және 3 түрлі өлшемдегі терезе саңылаулары ұсқынсыз. Біз терезенің ашылуының биіктігін өлшейміз. Салыстырайық. Тағы да терезе төсеніштері асфальт деңгейінде. Қандай әдемі сарай, педимент, пилястрлар, сылақ. Бірақ бірінші қабат жерден қайтадан шығып тұр. Терезе саңылаулары үлкенірек болды. Олар қысқартылды. Төменгі бөліктің пропорционалды емес биіктігі. Басқа қабаттарға сәйкес келмейді. Төменгі қабаттағы терезе саңылаулары үстіңгіден сәл кішірек. Бұл саңылаулардың биіктігі жоқ. Бұл шынымен де сәнді сарайдың негізгі кіре берісі ме? Орталық бөліктің әдемі дизайны. Ал осындай кішкентай аласа есік. Кіре беріс немесе баспалдақ жоқ па? Ал көшенің төменгі жағында барлық ғимараттарда жерге құлап түсті.